Енді қараңыз жағдай. Фаламма ахасса Иса минхумул куфра. Иса оларға исламға шақырған кезде Израиль ұрпақтарынан жаңағы 12 адам ғана жауап берген ғой оған. Шынымен берілген 12 жігіт болған. Хауарилер, Исаның серіктері. Сөйтіп Исаға Жебриил келіп сездіртеді. Сені өлтірмекші болып келе жатыр. Әлгі Израиль ұрпақтарының біреуі, ана дұшпандарының біреуі, анау Рим империясының жаңағы адамдарын алып келе жатыр. Әскерді. Фаламма ахасса Иса минхумул куфра. Иса олардан күпірлікті сезген кезде, бұл Израиль ұрпақтар иманға келмейді, тек мына 12-сін айтпағанда. Сөйтіп олар өлтіруге келе жатқанын сезген кезде Алла Тағала айтады: Я Иса, ей Иса, инни мутаваффика, мен сені қазір алып кетемін. Варофиғука илайя, мен сені өзімнің құзырыма қарай көтеріп әкетемін. Ва мутахирука миналлазина кафару, ана кәпірлер сенің шашыңа да, денеңе де бір зақым тигізе алмайтындай қылам. Сөйтіп мына саған ергендерді аналардан үстем қылам, абырой тұрғысынан. Олардан көп жапа шексе де, таяқ жесе де, тіпті өлтірілсе де, қудаланса да. Өйткені абырой иманмен, исламмен. Сөмен андай төбе ашылады, Исаны көтеріп алып кетеді. Иса өлген жоқ, мына қазіргі енді медицина бір кома деген нәрсені айтып отыр ғой бізге. Мысалы, ессіз бәленбай жыл жата береді, тірі. Сондай бір нәрседе ұйқыда Алла Тағала өзіне белгілі, ол білім көтеріп алып кетті. Сөмен түсетін күні бар, Құдай қаласа. Олдан Иса сүресінде айтылған. Сонда осыдан алып кеткен кезде шәкірттеріне жаңағы хауарилерінен серт алып алған. Мен қазір кетем. Қазіргі Інжілде андай бір сөз бар. Қазіргі Інжілде, орысша аудармасында былай деп келген жері бар. Я должен уйти. Ибо если я не уйду, то он не придет. Я уйду, и он придет, утешитель после меня. Он расскажет вам всю истину и научит вас всему делу дегендей нәрселер. То есть бұл кішкене бір битіп өзгеріске ұшыраған жерлер бар шығар, бірақ жалпы қалып қойған. Түсіндіңіз ғой? Израиль ұрпақтарына айтады, жаңағы хауарилерге айтады: Ва мубашширон. Мен өзімнің алдымдағы Тәуратты растаушы Інжілмен жіберілдім, біріншіден. Екінші, менің міндетім, мен сүйіншілеушімін. Кіммен? Бирасулин. Бір елшімен. Есімі кім? Исмуху Ахмад. Есімі оның Ахмед, Мұхаммед. Менен кейін келеді. Ей хауарилерім, соның заманын күтіңдер. Сол келген күні қасынан табылыңдар. На Израиль ұрпақтарының барлығына сол аманат тапсырылған еді. Тәураттарында тұр сипаттары. Бұлар лақтырды ол аманатты. Қиянат жасады. Алланы елшілерімен қоса сатып жіберді дүние үшін. Бітті. Соңғы үміт сендер. 12 серігім. Сонда жаңағы 12 серігі не дейді? Мән ансору илаллах. Ал мен кетіп бара жатырмын. Кім менен кейін Алланың дініне жәрдем береді? Кім исламды насихаттайды деген кезде хауарилер айтты: Нахну ансоруллах. Я Алланың елшісі, біз Алланың жәрдемшілері боламыз. 12 адам. Қазір өлтіріп тастауы мүмкін оларды да. Ойлаңызшы қандай. Аманна биллахи. Алланың жалғыз Құдай екендігіне иман келтірдік. Уашхаду би анна муслимун. Иса, куә болып кетші. Біздің мұсылман екендігімізге. Хауарилер кімдерден болған? Мұсылмандардан. Иса мұсылман, Мұса мұсылман, Закария мұсылман. Күллісі. Тәурат исламда алып түскен. Інжіл исламда алып түскен. Сөйтіп бұл жаңағы Исаның артындағы серіктері осы тура жолда насихаттайды. Кейін қудалану қатты болады. Жаңағы Рим империясының әскерін алып келе жатқан сатқын еврей, ол мына шәкірттердің арасында жоқ. Оны Інжілде солай қате түсіндіріп кеткен қазіргі. Сол айдап әкеп, мына жерде отыр деп келген кезде Алла Тағала соның түрін Исаға ұқсатып жіберген. Сөйтіп соның өзін асып тастаған олар апарып.
Әйтпесе Исаға қатысты Алла тағала айтып жатыр. Уама салабуху, уама қаталуху. Олар оны асқан да жоқ, өлтірген де жоқ. Уалакин шуббиха лахум. Алайда солай көрініп қалды оларға. Олар Исаның бір тал шашына да зиян келтіре алмаған. Сөйтіп Алла тағала осындай бір сынақ келеді.